Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода біз осындай белінде резинкасы бар күн белдемшесін тігетін боламыз. Бізге қажетті құралдар мата, қандай мата, неше метр мата екендігін қазір осы видеода айтатын боламын. Беліне осындай резинка, ені 3 немесе 3,5 см, ұзындығы 1 метр болса жеткілікті, үстіне сай жіп. Мен негізі осындай жібек матасынан тігемін. Бірақ мына қара мата болғандықтан видеода түсіндіру кішкене күрделі болады. Сол себепті де мен өзіме емес 2 жасар қызға осындай креп матасынан тігуді көрсететін боламын. Матаның қандай мата таңдаймыз? Ең бірінші критерий ол мата осындай формасын ұстап тұратын болу керек. Яғни көйлекке, белдемшеге арналған маталарды ала аласыз. Костюмның қатты матасын алмаймыз. Және шифон сияқты жұқа маталарды, астары көрініп қалатын маталарды алмаймыз. Және осындай эффектісін беретін, осындай толқын эффектісін әдемі көрсететін матаны аламыз. Ол қандай маталар? Хлопок, батист, сатин, атлас, креп, вискоза сияқты маталарды ұстап көріп аласыз. Және матаны тікпестен бұрын жуып немесе пармен үтіктеп алу қажет болады. Енді бізге қажетті өлшемдерді және выкройканы құрастыруды үйренейік. Бізге 3 өлшем қажет. Біріншісі оты. Бұл дегеніміз, мысалы, мынау адамның фигурасы болсын, Оты дегеніміз бұл адамның белінің кірген жері. Менде арнайы видео бар, сол видеодан қарап бүкіл өлшемді алып алсаңыз да болады. Бел айналымын толықтай айналдырамыз. Мен 2 жасар қызға тігемін, ода 52 см. Екіншісі бөксе айналымы ОБ. Бұл бөксеміздің ең шығыңқы жері. Осылай айналдыра, сантиметрлік таспамен айналдыра өлшейсіз. Менде ол 57 см. Және үшіншісі DI. Бұл длина изделия, яғни бұйымның ұзындығы. Белдемшеміздің қанша сантиметр болатындығы. Оны мына отыдан, бел айналымынан төмен қарай есептейміз. Сізде ол 30 сантиметр болуы мүмкін, тізеден төмен 55 немесе 70-80 шейін бара береді. Мен матам жеткенше 25 сантиметрді алатын боламын. Мінекей өлшем алдық. Енді бізге коэффициент керек және радиус керек. Коэффициент бізде ол тұрақты сан, өзгермейді. Сіз 2 жасар қызға тігіңіз, 60 жасар әжеге тігіңіз, ол сан өзгермейді, ол 0,32. Енді радиус, белдемшеміздің радиусын шығару керек. Радиуста біз осындай резинка бел тігетін болғандықтан, резинкасы болғандықтан ОБ-ны қолданамыз. ОБ бөлінген 2 көбейтілген 0,32. Осы формуланы жазып алыңыз. Менің жағдайымда радиус 57-ні бөлемін 2-ге, көбейтемін 0,32-ге. Мына жерде коэффициент қой. Менде шыққан сан 9,28. Мен оны дөңгелетіп 9,5 деп ала аламын. Осы бізге радиус керек және бұйымның ұзындығы керек. Мынау қағазды аламыз. Бұл бізде мата болсын, Негізі күн белдемшесі мысалы осылай жасалынады. Матаны 2-ге бүктейміз. Оны тағы да 2-ге бүктейміз. Осылай 4 бүктелінген матаға қиятын боламыз. Бірақ бұл жерде бір минусы, матаның мына ені бізде қысқа ғой. Сізде қысқа белдемшеге осы әдісті қолдана аласыз. Егер ұзын болса, сізде мата шығыны көбейеді, еселенеді. Ол кезде осылай бір жағын, содан кейін тура сондай матаға тағы да бір жағын қиятын боласыз. Енді кішкентай қыздарға немесе қысқа юбкаларға осы әдісті, бірінші әдісті көрсетейін. 4-ке бүктеп алған матаның мына жағын О деп белгілейміз. Одан 10-ға қарай біз радиусты сызамыз. Радиус менде 9,5. Мысалы, осы 9,5 болсын, жазып қоямын. Осы радиусты 10 нүктесінен жан-жағына қарай түсірем. Менде осы радиус шықты, радиус. Радиусымыз дайын. Енді осы радиустан 10-ға қарай DI-ді белгілеймін. Бұйымның ұзындығы менде, мысалы, 25.
мінекей осы аралық болсын. Осылай бірінші сызғышпен мінекей осылай сызып аламын да, мінекей осылай сызамын. Тігіске жоғары жағына 1 сантиметр, төмен жағына 1 сантиметр қосамын, соны қиып аламын. Сонда бізде ешқандай жағында тігісі жоқ, мінекей 4 жағы да тұтас белдемше шығады. Бұл әдісті сіз кішкентай қыздарға немесе қысқа белдемшелерге қолдана аласыз. Енді егер сізде мысалы 70 сантиметрлік ұзындықтағы белдемшені қаласаңыз, мынау мата болсын. Мысалы мынау мата. Ол кезде сіз мінекей мына бір жарты бөлігін бөлек, екінші жарты бөлігін бөлек қиып аласыз. Мінекей мына жағы, мына бір жартысы, мына жағы екінші бір жартысы. Мінекей осылай қиып алатын боласыз. Енді мата шығынын есептеу. Ол дегеніміз мына радиусқа қосамыз, бұйым ұзындығын көбейтеміз 4-ке. Неге? Себебі біз матаны 4-ке бүктедік. Мына жерде бізде радиус болды, мына бұйым ұзындығы көбейтеміз 4-ке. Егер сіз 70 сантиметр белдемше қаласаңыз, радиусы мысалы 20 болсын, максимум қосымша бергенмен бірге. Бұйым ұзындығы 70 болсын, көбейтеміз 4-ке. 90, мына жерде 90-ды көбейтеміз 4-ке. 3-те 6. Көрдіңіз бе? Мына жерде 3-те 6 метр қажет болады. Сол себепті де сіз бірінші матаға бармастан бұрын осындай қағазды алып, өзіңіздің бұйым ұзындығын, радиусыңызды шығарып алыңыз осы формуламен. Солай есептеп шығыңыз. Және мына жақта, сіз қиғаннан кейін мына жақта қосымша мата қалады ғой. Соны да есептеп, сызып алғаннан кейін ғана матаға барыңыз. Өте көп мата алып шығынға түсіп жүрмеңіз. Енді матамызды тігуді бастайық.